әрине шындықты мойындау қиын, бірақ мойындау керек. Осы ажырасып жүргендердің ішінде қаншама балалармен ажырасып, балаларын жетім қалдырып, өздері басқа отбасыларын бұзып жүргенде әйелдеріміз бар, иә. Сол сен қызыққан алимент немесе басқа да дүниелер сенің өзіңнің бойыңа қасірет болып дарып, ертең өсірген балаң бетіңе түкіріп кетпесіне кім кепіл? Тұрмысқа шыққанша мені алмасаң өлем, жанам, күйем, өртенем деп түрлі айлаларыңмен тұрмысқа шығып аласыңдар да, тұрмысқа шыққаннан кейін баяғы жақсы болып жүрген жігіттің қазіргі күйеуің туған туысқандарымен жаман болып шыға келеді. Осы ажырасып жүрген қыздардың әке-шешесіне үңіліп қарайтын болсақ, көбісінің әкесі жоқ жетім қыз, немесе бар болса да адами орны жоқ, шешесі дүние қуып жүрген бір жетесіз болып шығады. Егер әке-шешесінен жақсы тәрбие алған қыз болатын болса, ол барған жерінде жолдасын да, жолдасының бүкіл туған туысын, ағайын, бүкіл ауылын да жақсы көріп, құрметтеп, жақсы үй болып кетуге әрекет жасайтын еді.